Дәл осындай шырша тортты қалай дайындаймыз? Видеоны соңына дейін қара. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаны, оның үстінен қантты салып, миксермен жақсылап тұрып араластырамыз. 10-15 минуттай араластырғаннан кейін массамыз 2-3 есе ұлғайып, дәл осындай болып шығады. Оның үстінен ұнды електен өткізе отырып аз-аздан салып, төменнен жоғары қарай осылай араластырып аламыз. Арасында ешқандай түйіршіктері қалмау керек. Келесі кезекте пергамент қағазын төсеп, дайын болған массамыздың барлығын саламыз. Бұл бисквитімізді қызып тұрған пеште пісіреміз. Пісіп шыққан бисквитімізді әбден суытамыз. Келесі кезекте әртүрлі осындай домалақ пішіндегі заттарымыздың барлығын осылай өлшеп қойып аламыз. Дәл сол өлшемдермен кесіп шығамыз. Мен шырша тортты 2022 жылды қарсы алатын кезде жасаған болатынмын. Одан бері арада 3 жыл өтіпті. Балам қазір 2 жастан 9 ай асқандықтан барлығын түсінеді, біледі, тіпті сөйлеп жүр. Осы шырша тортты жасаудағы мақсатым балама қызық болсын дедім, және де ерекше көңіл күй сыйлағым келді. Кесілгеннен қалған осындай остатка нандарды жеуге асықпаймыз, себебі қазір керек болады. Аз ғана судың үстіне қант салып, осылай сироп жасаймыз. Кремін жасау үшін сливки құямыз. Мынау сливкидің қандай түр екенін түсіне алмадым. Еще 38% деп тұр. Әзер дегенде түсті ғой. Ал енді творожный сырдан саламыз, сөйтіп жақсылап миксерлейміз. Ал енді тортымызды жинаймыз. Ең алдымен тарелканың табанына осылай кремнен кішкене жағып жібереміз. Үлкен бисквиттен бастап кішісіне дейін кезек-кезек қоямыз. Әрбір бисквитімізге суып тұрған сироптан жағып шығамыз. Бұл сиропты жағуымыздың себебі осы коржықтарымыз құп-құрғақ болып қалмас үшін. Сливкимізді кондитерлік мешокқа салып аламыз. Басына осындай насадкасын салдым. Кремді жұқалап жағып, оның үстіне бағанағы тастамаған коржықтарымызды салып, дәл осы көрсетіп тұрғандай жасасаңыздар өте күшті болып шығады. Яғни бұл остаток коржықтарымызды осылай салуымыздың себебі шырша тортымыздың биік болуына көмектеседі. Келесі кезекте шпажка таяқшаларын алып, осылай 3 тугын қадап шықтым. Себебі шыршамыз жаты жолдан құлап қалмау керек. Келесі кезекте жасыл түсті краскамызды кремге қосып аламыз, және де осындай бір ұшы гүл сияқты насадканы алып, видеода көріп тұрғандарыңыздай дәл осылай кремдерді тортымызға жағып шығамыз. Ал ең соңғы штрих, шыршамызды безендіреміз. Менде осындай M&M's кәмпиттері ойыншық ретінде әдемі үйлеседі. Ал енді баламның реакциясын бірге көрейік. Ал достар, келіп жеткен жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Әрбір отбасыға амандық, байлық, денсаулық тілеймін.